Кестелі ақ жібек орамал, алыстан жолдаған сүйген жар, жауынгер жарым сен есің ал, деп жазған оюлап хаты бар. Менің атам Қанапия Жангереев. Соғыстан кейін 10 жыл бойына су бөлімінің басшысы болған. Содан кейін ветерандар кеңесінің төрағасы атанған. Қазіргі таңда Казталов ауылында бір көшенің атына Қанапия Жангереев есімі берілген. Мен нағашы атамның аты Жирентаев Геният. Ол 1942 жылы Батыс Сібір майданына аттанған болатын. Қызыл армиямен бірге соғысты. Және де мен оны қатты құрметтеймін. Жауынгер жарым сен есің ал, деп жазған оюлап хаты бар. Жеңіс күні осы күнді сыйға тартқан адамдардың қатарында менің түп нағашы атам Мұхамбетов Сұлтан да бар. Ол 1901 жылы дүниеге келіп, 1941 жылы майдан алабына шақыртылды, ал 1947 жылы Жеңіс туын азат етілгеннен кейін өзінің туған жері, яғни қазіргі Теректі ауданы Восход ауылына қайтадан оралды. Ол Совет одағы батырын атағын алып, және де көптеген ордендармен марапатталды. Мой прадедушка Буликбаев Тулеген участвовал в Великой Отечественной войне и был танкистом на территории Прибалтики. Мой дедушка был танкистом, и в один момент он попал в концлагерь, но чудом спасся из этого места. Он вернулся на родину с победой. И спасибо деду за победу. Умаргалиев Сигуат 1941 жылы Орал қаласының армиясына қабылданып, өзінің ең бірінші шайқасына Батыс Сібірге аттанады. Атам сол кезде небәрі 20 жаста болады. Желтоқсан айында қысты күні атам Мәскеуді фашистерден қорғайды. Атам сол уақытта соғыстағы ең қиын кездер деп атайды. Мой дедушка был водителем во время Великой Отечественной войны. Он доехал до самого Берлина и совершил огромный подвиг. За этот подвиг ему дали медаль второй степени Героя войны. После окончания войны он жил мирной жизнью целых 44 года вокруг своей семьи, детей и внуков. Менің нағашы арғы атам Қаналиев Молдаш Қаналыұлы соғыс және еңбек ардагері. Ол 1924 жылы дүниеге келіп, 1942 жылы соғысқа аттанған. Ол атты әскер дивизиясында болған. Мен өз атамды құрметтеймін, әрі мақтан тұтамын. Моего прадедушку зовут Сарсенбаев Айткали. Он служил в рядах Красной армии, был старшим пулеметчиком. Участвовал в Сталинградской битве у реки Волги. Во время битвы он получил осколочное ранение. После этого долгое время лечился в госпитале, а дальше жил мирной жизнью. Спасибо деду за победу.